Баршаңызға сәлем. Мың бір кеңес арнасында картоптың денсаулыққа пайдасы туралы ақпаратпен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, жүрекшені басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Арамызда мен картоп жей алмаймын, маған картоп жеген ұнамайды дейтіндер бар дегенге сену қиын. Өйткені картоптан жасалатын кез келген тағам өте дәмді, әрі тез дайындалатын болып келеді. Әсіресе картоптан жасалатын картоп қытырлақтарын тағам құндылығының аздығына және зияндығына қарамастан сүйіп жейтіндердің қатары аз емес. Картоп құрамында көптеген пайдалы дәрумендер мен кальций, темір, магний, натрий және фосфор бар. Ал ең басым бөлігін 75% су құрайды. Картоп ең қолжетімді көкөністің бірі болып табылады. Оны кез келген уақытта сатып алуға болады. Картоп құрамындағы кальций және калий біздің ағзамызда ас тұзының зиянды әсерін бейтараптандырады. Өз кезегінде магний жүректі нығайтады. Оның арқасында біз кез келген күйзелісті бастан жақсы өткереміз. Сондықтан картопты күйзеліске бой беретін адамдардың қолдануына кеңес беріледі. Оның құрамындағы баланстық зат асқазан ішек жолының жұмысына пайдалы әсер етеді. Фосфор біздің тістерімізге және қызыл етке пайдалы, сондай-ақ өсу процестеріне қатысады. Сондықтан ол жас балаларға өте пайдалы. Ал картоп құрамындағы темір иммунитеттің ұлғаюына әсер етіп, нашар көңіл күйді болдырмайды. Картопты үй тұрмысында ем-дом ретінде пайдалануға болады. Кейбір адамдардың табанында қатайған тері, яғни мозоль пайда болып жатады. Әсіресе бейөкше аяқ киімнің ыңғайсыз болуынан пайда болып, оны кетіре алмай әбігерге түсеміз. Мұндайда картоптың көмегіне жүгініңіз. Табанға шикі картоп тарту арқылы ондағы қатайған теріні жұмсартуға болады. Ол үшін алдымен картопты үккіштен өткізу керек. Жарты стакан үгітілген картопқа 1 шай қасық бал қосып араластырады. Осыны дәкеге салып, қатайған терге жапсыра орайды. Сыртынан шұлық киіп, 2 сағаттай жүру керек. Мұндай рәсімді күніне 2 рет қайталауға болады. Нәтижесі өте жақсы болады. Картоп құрамындағы ақуызда адам ағзасына пайдалы амин қышқылдарының барлық түрі кездеседі. 300 грамм қайнатылған картопта 1 тәулікке жетерлік көмірсулар бар. Сонымен қатар 100 грамм жаңа піскен жас картоптың бойында 20 миллиграмм С дәрумені болады екен. Осындай бағалы қасиеттерге бай картоп түрлі дертке де дауа болады. Бұл көкөністің адамға азық, ағзасына ем боларлық пайдалы тұстары жетерлік. Картоп ең көп қолданысқа ие, әрі өте дәмді көкөністердің бірі. Аяқ пен қол ісінген жағдайда картоптың қабығын аршып үккіштен өткізесіз. Үгілген картопты ісінген жерге жағып 15-20 минут жата тұрыңыз. Сыртын түкті сүлгімен жақсылап орауды ұмытпаңыз. Егер гипертония болса, қабығымен қосып пісірілген картоп жесеңіз, керемет ем болады. Остеохондроз дертінде картоптан дайындалған компресс ауырсынуды басады. Ол үшін үккіштен өткен шикі картопты ауырған жерге таңып 1 сағат ұстайсыз. Басқа көкөністерге қарағанда картоптың калориясы жоғары. Сол себепті де арықтағысы келетіндер болса, картопты жеуді азайтқаны дұрыс. Халықтық медицинада картоппен күйген теріні, қышыманы емдейді. Ол үшін шикі картопты үккіштен өткізіп, оны күйген жерге таңып қою керек. Сонымен қатар, жоғарғы тыныс жолдары қабынғанда қайнаған картоптың буымен емделуге болады. Ал көмей мен жұтқыншақ қабынғанда шикі картоп шырынымен тамақты шаяды. Егер де сіздің қан қысымыңыз жоғары болса, қайнап піскен картопты көбірек жеңіз. Остеохондроз кезінде ауруды басу үшін шикі картопты үккіштен өткізіп, балмен қосып компресс жасасаңыз, өзіңізді жеңіл сезінесіз. Бұндай компрессті ауырған жерге 1 сағат қоя аласыз. Қайнаған картопты тіпті асқазан жарасымен ауырған кезде де жеуге болады. Сондай-ақ картоп крахмалы холестерин мөлшерін азайтып, калийдің көмегімен ағзадағы артық суларды сыртқа шығаратын қасиетке ие. Сондықтан да жүрегі мен бүйрегі ауыратын жандар тамақтану рационына картопты кіргізгені жөн. Бүгінгі пайдалы ақпаратым кәдеңізге жарасын.